Қымбатты достар, түркі өркениетінің тамыры тереңде жатыр. Біз тарихқа көз салсақ, планетаның ең алып құрлығында әрдайым елеулі роль атқарған халықтардың ұрпағымыз. Түркі әлемінің қазіргі кезеңде де маңызды орнын сезіну үшін дүниежүзінің географиялық картасына көз жіберу жеткілікті. Өткен ширек ғасырда астам уақытта 92-19 жылдарды түрік тілдес мемлекеттер басшыларының түрлі құрамында 17 кездесудің бәріне мен қатынасқанымда ерекше атап өткім келеді. Менің қауымдастық ішіндегі жұмысымның басты мақсаты елдерімізді жақындастыру болды. Сондықтан бірлескен күш жігердің арқасында осы мақсатқа қол жеткізгенімізге өте қуаныштымын. 160 миллионға жуық азаматтар бар біздің бауырлас отандастарымыз, отбасымыздың аясы кеңейіп, қатынасымыз дамып келеді. Келешекте кеңістік атауын өзгерту мәселесін қарастырған жөн. Біздің тіліміздің, сондай-ақ тарихымыздың, мәдениетіміздің, дүниетанымымыздың, салт дәстүріміздің тамырлары бір. Осының негізінде ойланып, бүгінгі түркі интеграцияның табысты болуы тек біз үшін ғана емес, сонымен бірге бүкіл Еуразия кеңістігіндегі қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайту үшін де стратегиялық маңыздылығы ие. 25 ғасыр ол мүмкіндіктерді беріп тұр, және біз оны толықтай пайдалануымыз қажет. Бұл ретте түрік тілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің ұйым деңгейіне дейін көтерілуге болады деп санаймын. Осылайша ұйым болатын болса, біздің құрылымды түрік тілдес емес, түрік тектес мемлекеттер ұйымы деп атауға болады. Біздің тілдеріміздің тамыры бір екені бәрімізге аян, бірақ та өткен ғасырларда әр еліміз әртүрлі өзінің тарихына, мәдениетіне қарай өзгертті. Түрік тектес десек, тегіміз түрік деген сөз болып шығады ғой деп ойлаймын. Немесе түрік мемлекеттері деп атауға да болады.